Қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен осылай мырза да майысып сынып кетпейтін, ажурный болып, жоп-жұмсақ болып шығатын блинчикидің рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен 2 жұмыртқамызды құрғақ ыдысқа салып, үстінен қант салып, жақсылап араластырып аламыз. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырып, қанты да жақсы еруі қажет болады. Қантымыз толық араласқаннан кейін бөлме температурасындағы суымызды 250 мг суымызды жай-жайден қосып араластыруымыз керек. Оны да жақсылап масса біркелкі болғанша араластырып алыңыз. Содан кейін өлшеп алған ұныңыздың барлығын бірден електен өткізіп салып жібересіздер. Қанша мөлшерде қажет екенін описанияға, яғни төменгі жаққа жазып кетемін, сол жақтан қарап алсаңыздар болады. Осылай ұнның барлығын електен өткізгеннен кейін тағы да бір масса болғанға дейін венчиктің көмегімен араластырып алыңыздар. Міне бізде біркелкі масса пайда болды, кішкене қоюлау болды. Енді біз ыстық қайнап тұрған суға 1 шай қасық ас содасын салып, оны ас содасы жақсылап еріп, жоқ болып кеткенге дейін араластырыңыз. Дәл видеодағыдай етіп жасасаңыздар, блинчиктеріңіз мінсіз болып шығады. Енді осы суды жаймендеп қоса отырып, венчикпен тоқтатпай араластыру қажет. Суды да бөліп құя отыра, осылай массамызды қозғап тұруымыз керек болады. Міне біз қайнаған суымыздың барлығын қосып алдық. Енді соңында 3 ас қасық майымызды құйып, майымызды біркелкі масса қылып араластырып аламыз. Дәл видеодағыдай етіп жасасаңыздар, мөлшерін аз емес, кем емес өлшеп жасасаңыздар, өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сүт, айран болмай қалған кезде осылай сумен-ақ өте дәмді блинчиктерді жасап көріңіздер. Бізде осындай сұйық масса пайда болады. Сол кезде өте керемет болып шығады. Енді қызып тұрған табамызға осылай құйып аламыз. Аз-аздан құйсаңыздар, өте әдемі, ажурный болып шығады, яғни жұқа етіп құятын болсаңыздар. Табаңыз міндетті түрде қызып тұрған таба болу керек. Сосын асты жабыспайтын, осылай блинчикке арналған антипригарный таба болса өте жақсы болады. Басқа табаларға жасауға болмайды, өйткені сіздің бұл блинчиктің рецепті басқа табаға келмейді. Міндетті түрде антипригарный табаға жасаңыздар. Міне достар, қыздар, біздің блинчиктеріміз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай, мырза да өзінің қалпына оңай келеді. Жұп-жұқа, нәп-нәзік болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін, міндетті түрде. Видео ұнаған болса лайк басып кетіңіздер. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.